не қылып не жаңалықтарыңыз бар? Не пачико. Мына бір пачико мен біреу отырмыз екенбіз. Қымыз ішіп отырмыз. Мына жақта біреу қымыз сатады. Соның қымызын біз алды ішеміз. Ал олар бала шағасымен ішеді. Сатады олар. Ал оған қарағанда мен баймын ғой, соның қымызын ішіп отқан, иә? Оның 2 этаж үйі бар, оның бүйткен байлығын қайтем, өзі ішпейді сол қымызын. А мен ішем оны. Мен баймын, значит. Вот, сол байлық маған жетеді қазір. Осыны ішіп, қызыл қайнап әшейін жанып, бал-бұл жайнап отырмын. Не қыматсыздар өздеріңіз? Қазір сондай адамдар көбейді. Квартира алып, квартиралыққа беріп, өзі де жерге қылып тұрады. Не көрдіңіз? Өзі құртмай сатады да, бала шағасын жемейді, жерге сатады. Не болсын? Өмір бірақ рет беріледі. Соны сөйтіп жүрген қашан әдемі көйлегіңді кимей, жаңа қатып құртмайыңды жемей, өзінің есік алдында мыңғырған мал тұрып, акарачкамен тамақ істеп, қашан жейсіңдер сонда? Мен сондай байлар түсінбедім. Оған қарағанда мен баймын, мына төрт бөлмеде мынандай этажтамда отырып, мына қымызды ішіп отырмын. Құрсын, ана квартираңызда қашан тұрасыз, құрсын. Мейлен төлей алмай атқан шығар, жарайды енді, онысы да бар шығар енді. Бұл енді қайға баратыр? Елдің бәрі бар ғой, жаппай ауылға көшіп жатыр. Елдің бәрі мал бағамыз деп малдың соңынан кетті. Қалалықтар былай қарай кетіп жатыр ғой. Ауылға қарай кетіп жатыр, ауылдан асып кетіп жатыр. Елдің бәрі мал баққанда ол өте ма деп мен соны уайымдап отырмын. Ет жеп шығатын болды, не болса да елдің бәрі мал бағады. Тәнім, құрсын, өздері білсін. Әйтеуір біз қымыз ішіп отырмыз. Қазақтың бір баратын жері бар еді, той. Оған да өшігіп апты ғой қазір. Енді той болғызбаймыз деп атыр. Енді құрсын, аты жөніменен жоқ болып кетпей, ара-тұра той болсын да. Ана көйлектеріміз қайқа киеміз, қайқа шығамыз біз. Біз анау туристер ұқсап тауға тасқа шығатын халық емеспіз ғой. Тауға шығып, таза ауа, қандай көйлек деп сарқырамаға қарап отырмаймыз ғой біз. Бізге тойға барайық. Тойды соншалық жоқ жіберуге болмайды. Той қазақтың қазынасы. Біз қазақтың басы тойда ғана қосылып жатыр ғой қазір құсы. Барайық тойға. Тойды неғып сонша, тойға неғып сонша өш болғандарын білмеймін. Адам өзінің қуанышын елмен жұртпен атап өтпесе, оны не істеп өмір сүріп жүрміз? Мен енді тойдың жаппай жабылуына қарсымын. Расында айтайын. Қымыздың кайфыменен бал-бұл жанып, бал-бұлдап, осы артық сөйлеп жіберемін, қорқып отырмын. Шын айтам. Ана, неге барып, не қылдым ғой, мына екі бүйрегін алып, больницаға жатып жүрмін. Сөйтсе оңаламай тек қайта қойып қалады. Ол жаңа психоматика скативилити деп мен басым қатырмасыншы, оның ондай қатысы жоқ, ондай. Біреуден қорқып үркіп жүрген жайым жоқ. Соны ауырып қалады, соны бір платныйға бардым, құсы мына ем таппады ғой мына ел деп. Платныйға барсам, платныйда бір аға отыр, тісін шығып отыр. Осындай деп айтып отыр. В общем, оның басқа тірлік, ол да мал алып ауылға кетейін деп отыр, құдай біледі. В общем, ол уролог болайын деп отқан жоқ. Ол, в общем, басқа нәрсе ойланып отыр, бірақ шатты бұтты мені кеп қағам ғой. Жаз, анан жаз. Ондайдың бәрін алып қойған мен, ондайдың бәрін бітірдік біз, алып қойдық. Басқа бір мамандарды қарап жатырмын, басқа жағынан айтатын шығар деп қарап жүрмін. Соған қарағанда мен де ерігіп жүрген қатынға ұқсап тұрмын енді. Бірақ сол күні ауырмаған, оны түнде ауырып, мен ертең барым деп уәде беріп болған ғой. Ол да енді мен деп өліп бүйрегімді қолыма ұстап келмегеннен кейін, наверное, ол да сенбейді. Жыным саттанаған айттым. Қалада нормально бір уролог, бір бүйрек қарайтын адамдар, бір врачтар бар ма десем. Бар деп маған тізім жерін айтып беріп отыр. Мен айттым, сіз қалай сонда, сіз кімсіз дедім да, платный ақшасын төлеп киіп отырмын. Тағы маған рекомендация беріп, анаған бар, анағында мықты адамдар бар деп отыр. Сіз кімсіз дедім. Нағып отсыз. Мына кабинетті алып, нағып отсыз дедім. Диагностикадан да біздің таразда диагностикаға бар. Одан да мұнан бәрін тастада барып қоймақсайды, тісің шығып отырасың де жерде. Адам жынын ұстатады ше. Ал енді мына поликлиникаға барып, ана қағаздарды тапсырып, анализ тапсырып біткенше құлан таза не айығасың, не жаңағы ұзыннан жатасың ғой. В общем, ана билеп жүргі бүйтіп бірдеңені көтеріп, солармен бірге аттанасың. Рас.
Пәлен байқа, құрсын енді платныйға барсаң, платныйдың түрі мынау болып отыр. Айтқанның ауыз жаман, жылағанның көз жаман. Бәрі бірдей жаман емес, дәрігерлердің жақсысы да бар. Қазір шығады сен анда ауырғанда бүйткен, анау бүйткенде сөйткен, мынау бүйткенде сөйткен. Осындай шанда осындайлар болып қалады екен. Әйтпесе бір 80% жақсы екен. Ал өстіп қойшы